Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінде IT Nation пәндік олимпиадасы өтті. Мыңдаған талапкер өз білімін сынау үшін жиналды. Олимпиада бірнеше бағытты қамтыды: математика, физика, журналистика және экономика. Әр қатысушы үшін бұл өз шеберлігін дәлелдеп, болашаққа үлкен қадам басудың айрықша алаңы. Білім мен табандылықтың тартысты бәйгесінде ең үздіктер анықталмақ. IT Nation олимпиадасының екінші кезеңі бойынша бізде талап бойынша бірнеше жоба дайындау керек. Оның ішінде біз бірнеше формат ұсындық. Барлығы шығармашылық форматтар. Ең бірінші креативтілік, одан кейін екіншісі шығармашылық ізденіс, үшіншісі осы өзінің идеясын қалай жеткізуі, сосын сөйлеу мәнері, монтаж тілі, видео контент болса оның түсірілу деңгейі, кадрларды қалай қойғандығы. Әр қатысушы өз жұмысын таныстырып, бірегей ойлары мен шығармашылық ізденістерін көрсетті. Қазылар алқасы жобаны мұқият тыңдап, нақты сұрақтар қойды. Бұл кезеңде біліммен қатар сенімділік пен ойды жеткізу шеберлігі де маңызды болды. Жұмыстарын сәтті қорғаған талапкерлер олимпиададан алған әсерлері мен болашақ жоспарлары туралы бөлісті. Мен осы МУИД университетін таңдай отырып, тек қана журналистиканы емес, медиа саласын толығырақ білгім келеді, осы салада қызмет еткім келеді. Мен енді бірінші кезеңнен 100-100 балл алдым. Енді Алла бұйыртса, екінші кезеңде де бағым жанып, жақсы тапсырып шықсам деген үміттемін, сенімдемін, және де менен де басқа қатысушыларға сәттілік тілеймін. Нағыз маман болғысы келетін мықты, дарынды оқушылар осы грантты ұтып алсын деп тілеймін. Олимпиада ең бірінші жауапкершілікке үйретті, және де жаңа орта табуға бейімделуге үйретті, және де үлкен қаланы көруге деген мүмкіндік алдым. Бақшама демекші, әр адам өзі олимпиада болғаннан кейін мықты дайындықпен келеді, мықты үмітпен келеді. Енді бұйырғанын көреміз, Алла қаласа, Алла не жазса соны. Жалпы маған IT Nation 2025 жылғы олимпиада шығармашылық ұтқыр ой мен объективті пікірімді эссе түрінде жазуға өзінің мүмкіндігін сыйлады десем де болады. IT Nation 2025 олимпиадасы ол мен үшін және де басқа да өзге де қатысушылар үшін мүмкіндік олимпиадасы деп те айта аламын. Осындай ауқымды шараның жоғарғы деңгейде өтуі ұйымдастырушылардың қажырлы еңбегінің нәтижесі. IT Nation олимпиадасының негізгі мақсаты мен ерекшеліктері туралы сұрап білдік. Біздің ең басты мақсатымыз ол жаңағы талапкерлерге ең үздік университетте оқуға мүмкіндік беру. Госгранттан бөлек ішкі грант арқылы тегін оқуға мүмкіндік алады. Олимпиаданың соңында үздік қатысушылар салтанатты түрде марапатталды. Әр бағыт бойынша озық шыққан талапкерлерге арнайы 100-50-25% көлемінде білім гранттары табысталды. Бұл олардың еңбегінің, табандылығының, білімге деген талпынысының нәтижесі. IT Nation жастардың армандарына бір қадам жақындауына мүмкіндік берген үлкен алаң. Бүгінгі жеңімпаздар ертеңгі IT мен медиа саласының көшбасшылары.